Баршаға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сүзбелі бәліштің өзімнің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге ұн қажет, салқын сары май, жұмыртқа, қаймақ және де құмшекер қажет. Ең алдыменен ұнымызға сары майымызды үкіштен өткізіп, орысша айтқанда песочный қамыр жасап аламыз. Барлығын осылай араластырып тұрасыздар, сары май бірігіп қалмау үшін. Одан кейін құмшекерімізді араластырамыз. Содан соң қаймағымызды, жұмыртқамызды қосып біріктіріп қамыр илейміз. Егер де сіздердің қаймақтарыңыз өте қою болған болса, менікі қою, мен аз ғана сүт қосып қамырды біріктіремін. Осылай қамыр етіп илеп аласыздар. Барлығын біріктіріп аласыздар. Холодильникке барлығын біріктіріп болғаннан кейін 1-1,5 сағат қойып қоясыздар. Қамыр демалып бірігу үшін. Қамырымыз 1 сағаттай тұрды холодильникте. Енді осының жартысын алып, үлкен етіп жаямын. Осылай тапама жайғастырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе, жұмыртқа, қаймақ, құмшекер қажет. Барлығын блендермен араластырып аламын. Блендерлеріңіз болмаса, жай шанышқымен араластырсаңыздар да болады. Осылай құйып шығасыздар. Енді екінші жарты қамырымызды алып, жайып шығамыз. Қалауларыңызша бетін сәндей берсеңіздер болады. Мен тор көз етіп сәндегенді ұнатамын. Міне осылай сәндеп шықтым. Алдын ала пешті қыздырып қоясыздар. 180 градуста 45 минуттай піседі. Міне біздің пирогымыз, бәлішіміз дайын, өте дәмді шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.